Сіз күні бойы шаршап, ештеңе істегілеріңіз келмеген кездерді бастан өткердіңіз бе? Немесе денсаулығыңыз себепсіз нашарлаған уақыттар болды ма? Мүмкін бұның бәрі бір ғана нәрсеге байланысты болар. Ұйқыңыздың сапасына. Иә, достар, сіздер дұрыс естідіңіздер. Ұйқы біздің денсаулығымыздың іргетасы. Түнгі демалыс сіздің физикалық және рухани күйіңізге қаншалықты әсер ететінін білесіз бе? Бүгін осы жайлы сөйлесеміз және өміріңізде ұйқының рөлін бағалауға көмектесеміз. Ассаламағалейкум, армысыздар құрметті достар, құрметті тыңдармандар, біздің денсаулық пен жан саулығы туралы подкастқа қош келдіңіздер. Сіздермен бірге пайдалы тақырыптарды талқылап, өмірді жақсарту жолдарын бірге іздейміз. Бүгін біз өте маңызды, бірақ кейде ескерусіз қалып қоятын тақырып туралы сөйлесеміз. Ұйқының құпиялары, түнгі демалыс саулығыңды қалай жақсартады? Біздің денеміз өте күрделі механизм. Күні бойы ол үздіксіз жұмыс істейді. Ми ақпаратты өңдейді, жүрек қанды айдайды, бұлшық еттер қозғалысқа жауап береді, ал түнде осы механизмді қалпына келтіретін уақыт ұйқы басталады. Ұйқы кезінде дене өзіне жөндеу жұмыстарын жүргізеді екен. Ойлап көріңіздерші, ми тынығады. Күні бойы жиналған ақпарат өңделіп есте сақталады. Гормондар бөлінеді. Әсіресе өсу гормоны. Ол бұлшық еттерді қалпына келтіреді және иммунитетті күшейтеді. Иммундық жүйе нығаяды. Сапалы ұйқы ағзаның инфекциялар мен ауруларға қарсы тұруға қабілетін жақсартады. Біз кезде ұйықтайтын кезде қалай ұйықтаймыз? Жастар әсіресе құлағына құлақ қаптып қояды. Мен наушник дейді ғой сондағы. Болмаса тыныш бір қарапайым музыкаларды қойып қояды да соған ұйықтайды. Менің есімде кішкентай дегенде 15-16 енді жастарымда түнделетіп осылай жанды радио қойып, болмаса музыка қойып ұйықтауды ұнататын. Таңертең әрдайым анам соны байқап айтатын. Балам, сен миың тынықпады ғой, денең шаршады ғой деп. Өшірсей сол музыкамен ұйықтама деп. Өйткені сенің миың тынығып демалу керек дейтін. Осы бағдарламамен сіздермен бөлісіп отырып, бүгін сол менің жас кезімдегі осындай естеліктер есіме түсіп кетті. Келесі ұйқының жетіспеушілігінің салдары, достар. Бір танысымның оқиғасымен бөлісейін. Ол күнде түнгі 3-те ұйықтап, таңғы 6-да тұратын. Көп жұмыс істеймін, уақыт жоқ деп ақталады. Бірақ уақыт өте келе, оның денсаулығы нашарлай бастады. Бас ауруы жиіледі. Есте сақтау қабілеті төмендеп кетті. Салмағы да арта бастады. Ақыры дәрігерге барғанда, маман оған: сіздің басты мәселеңіз ұйқының жетіспеушілігі деді оған. Ғылымдар дәлелдеген, ұйқысы бұзылған адамдарда семіздік, қант диабеті, жүрек аурулары сияқты сырқаттар жиі кездеседі. Себебі ұйқының жетіспеушілігі гормоналды тепе-теңдікті бұзады. Бүгін 24 сағатта тәулікте артық сағат қайқын табамыз деп көп адамдар енді өздерін мазалайды. Жұмыстан кейін бәрін үлгергісі келеді, түнделетіп кино көргісі келеді. Таңертең енді амал жоқ жұмысқа бару керек, болмаса өздерінің істерін істеу керек. Бірақ оның бәрісіз өмірде көп нәрсе қиындайды. Жұмыс істеу керек, өйткені күнделікті өмір сүру керек. Түнделіп кино көрген кейбір адамдар күнделетіп кино көреді. Демалыс күні кішігірім көріп, соған риза болып, қанағаттанып, күнделікті ұйқылы қалыпта ұстаған қиын болады кейбір адамдарға. Бірақ ол мүмкін, достар. Сіздің ұйқыңыз бұзылған кезде сіздің денсаулығыңыз нашарлайды. Әрине, әлсіздене бастайсыз. Жақын арада бір суреттің бетінде бір сөздерді оқыдым. Бір сурет бірдей, бірақ екіге бөлінген. Енді коллаж дейді ғой, бір бетінде бір сурет, екінші бетінде тура сол сурет. Бірақ әрқайсында екі түрлі сөздер жазылған. Біріншісінде кезінде дейді, бір түнде 4 кино көруші едік дейді. Қазір уақытта бір киноны 4 күн көреміз дейді. Солай ғой. Сонымен ғылымдар дәлелдеген, ұйқысы бұзылған адамдарда семіздік, қант диабеті, жүрек аурулары сияқты сырқаттар жиі кездеседі. Себебі ұйқының жетіспеушілігі гормонды тепе-теңдікті бұзады. Ұйқының ұзақтығы мен сапасы маңызды. Қанша сағат ұйықтауымыз керек, достар? Әр адамның ұйқы қажеттілігі әртүрлі болғанымен жалпы ұстаныстар бар.
балаларға 9-11 сағат ұйықтау керек. Жасөспірімдерге, жастарға 8-10 сағат ұйықтау керек. Үлкендерге, ересектерге 7-9 сағат ұйықтау керек. Бірақ тек ұзақ ұйықтау жеткіліксіз достар. Ұйқының сапасы да маңызды. Егер сіз түнде бірнеше рет оянып, мазасыз ұйықтасаңыз, дененің толыққанды демала алмайды. Сондықтан жатар алдында кезде, әсіресе жазы күндері салқын бір душ қабылдасаңыз, денеңіз босанып, жақсы керемет ұйықтайсыздар. Ұйқының өзінде де сапасы жайлы айта кететін болсақ, достар, 7-9 сағат дедік қой үлкендерге. Кейбіреулер бір анықтаманы естиді, о, мынау пайдалы екен дейді, оны артық істеп қояды. Бәрінің шегі бар. Ұйқы 7-9 сағат дедік па? 7-9 сағаттың аралығында ұйықтау керек. Ұйқы пайдалы деп одан көп ұйықтап қойсаңыз, сіздің денеңіз қайта шаршап кетеді. Шаршап, ондай сезімдер болды деп ойлаймсыздар. Көп ұйықтағаннан кейін тұра алмай, бір әлсіз болған жағдайлар болады. Солай емес пе? Сондықтан бәрінің шегі бар. Аз ұйықтап қойсаңыз да шаршаулы боласыздар, көп ұйықтасаңыз да. Сонымен келесі ұйқыны жақсартудың қарапайым әдістері, достар. Енді ұйқыңызды жақсартуға көмектесетін бірнеше кеңестерге тоқталайық. Біріншіден, күн тәртібін сақтаңыз. Күнде бір уақытта ұйықтап, бір уақытта тұруға тырысыңыз. Келесі, ұйқы алдында экрандардан алыстаңыз. Сондағы телефон, компьютер немесе теледидар миыңызды сергек күйде ұстап, ұйқы гормоны мелатониннің бөлуіне кедергі келтіреді. Ұйқыға дейін жеңіл тамақ ішіңіз. Кофе, шай немесе майлы тамақта аулақ болыңыз. Келесі, бұл бөлмені ұйқыға дайындаңыз. Бөлмені қараңғы, тыныш және салқын ұстаңыз. Жиі желдетіңіз. Кей кезде таза ауа жетіспегендіктен болады ұйқының қанбағаны. Болмаса шаршағыңыздың мәселесі. Қарапайым бір 5 минутқа болсын терезеңізді ашып, кішкене бөлмені желдетіп алсаңыз, кейін тәтті керемет ұйықтайсыз. Келесі, тәжірибенің алынған оқиға, достар. Бір оқиғаны тағы бөлсейін. Жақын танысым ұйқысыздықпен көп жылдар бойы күресті. Ол әртүрлі дәрілерді де қолданып көрді, бірақ ештеңе көмектеспеді. Кейін ол күн тәртібін өзгертуге шешім қабылдады. Ұйқы алдында 1 сағат бойы телефонды қолдануды тоқтатты. Кешкісін жеңіл серуендеуді әдетке айналдырды. Бөлмесін артық жарықталып тастады. Бірнеше аптадан кейін ол ұйқысы жақсарып, таңертең сергек тұра бастады. Бұл қарапайым, бірақ өте тиімді әдістер екенін түсінді ол. Ұйқы тек физикалық саулыққа емес, рухани күйге де әсер етеді, достар. Егер сіз жеткілікті демалсаңыз, ашушаңдық, күйзеліс, тіпті үмітсіздік сезімдер пайда болуы мүмкін. Ал жақсы ұйқы сабырлы болуға, көңіл күйді көтеруге және жан тыныштығын табуға көмектеседі. Қасиетті кележазбаларда да демалыстың маңызды ерекше аталады. Тіпті Құдайдың өзі әлемді жаратқаннан кейін 7-ші күні тынығып демалды. Ол жайлы біз кітаптан білеміз. Ендеше біз де денемізге демалыс сыйлауымыз керек емес пе? Солай ғой. Құрметті тыңдармандар, бүгін біз ұйқының құпияларын ашып, оның денсаулығымызға тигізетін орасан зор пайдасы туралы айттық. Енді сіз ұйқыға деген көз қарасыңызды өзгертсеңіз деп сенеміз. Ұйқы ол сіздің ең жақсы досыңыз. Денсаулығыңыз мықты болсын десеңіз, бүгіннен бастап күн тәртібіңізге назар аударыңыз. Бізбен бірге болғандарыңызға алғыс білдіріп рахмет айтамыз. Келесі подкастта кездескенше аман болыңыздар, достар, және түнде жақсы ұйықтауды ұмытпаңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар, лайкты басуды ұмытпаңыздар. Ал бағдарламамыз ұнаса, басқалармен бөлісіңіз.